Қайырлы күн, назарларыңызда Ал Ньюс және мен Айсана Қахарман. Мәжілістің жалпы отырысында ауыл фракциясының депутаттары әдеттегідей белсенді болды. Партияның фракция жетекшісі Серік Егізбаев ауыл шаруашылығы кешені үшін теңгерімді балама ретінде 16-80 қосылған құн салығы моделін қолдауға үкіметтің дайындығын сұраса, Ерболат Саурықов жаңа салық кодексінде ауыл шаруашылығы техникасы үшін қосылған құн салығы жеңілдіктері қарастырылған ба деп сұрақ қойды. Қарақат әбден салықтарды өндіріп алу шектеріне қатысты өзгерістердің салық төлеушілер үшін тәуекелдеріне қатысты сын айтты. Мәжілісте аграрлық мәселелер комитетінің төрағасы Серік Егізбаевтың басшылығымен комитеттің кезекті отырысы өтті. Онда Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол саласын реформалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қарастырылды. Бұл құжат бойынша Көлік министрлігінің автомобиль жолдары комитетінің бас басқарма басшысы Жандос Игенбаев баяндама жасап, жол саласын реформалау бағытындағы ұсыныстар мен өзгерістерді таныстырды. Сондай-ақ мәжілісте Серік Егізбаевтың жетекшілігімен агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспорты, проблемалары мен перспективалары тақырыбында дөңгелек үстел отырысы өтті. Дөңгелек үстел жұмысына Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі мен сауда және интеграция министрлігінің өкілдері, салалық бірлестіктер басшылары, агроөнеркәсіп сектордағы кәсіпкерлер мен сарапшылар қатысты. Шымкентте ауыл партиясы өңірлік филиалы қалалық әкімдіктің қолдауымен бірнеше бағыттар бойынша алғашқы жастар студенттік және жастар жасақтарының салтанатты ашылу рәсімін өткізді. Ел аумағында тұңғыш рет құрылған Ақбастау, Экоасар және Көктерек экологиялық жасақтары, Береке бірлік сервистік жасағы және Ұшқын гидротехникалық жасақтары өз бағыттары бойынша жұмыс істесе, жалынды жастар жасағы құрылыс жұмыстарына тартылмақ. Ақмола облысында бастауыш партия ұйымдары мүшелерінің алғашқы өңірлік семинары өтті. 2 күндік семинар бағдарламасында партия белсенділерінің біліктілігін арттыруға бағытталған түрлі тақырыптар, атап айтқанда, әлеуметтік желілерде тиімді жұмыс істеу, ауылда бизнес бастау мүмкіндіктері, сайлау мәселелері, партия бағдарламасы мен жобалары талқыланды. Ауыл партиясының 25 жылдық аясында Шығыс Қазақстан облысының өңірлік филиал эстилер қоғамдық бірлестігімен бірге ауыл ұлт руханиятының негізі атты жастарға арналған семинар тренинг ұйымдастырылды. Ол этнокөз зияткерлік ойыны форматында өтті. Білім мен тапқырлық сыналған додада 21 команда 180 қатысушы бас қосты. Қостанай облысында ауыл партиясының өңірлік филиалы Таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық акциясы аясында табиғатты қорғау ісіне үлес қосуда. Ауыл жастары қариялардың аулаларын тазалап, маңайды абаттандырып қана қоймай, көгалдандыру мақсатында жаңа тал-теректер отырғызды. Осы да өзге де жаңалықтарды біздің әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Ауыл аман, ел еңселі болсын. Келесі аптада жүздескенше.